Мен сөзсіз кәміл сенем, өйткені бұл үйдің тәрбиесі де бөлек, бұл үйдің жалпы мінез құлқы, сондықтан өте бүкіл қазақтан сыйлайды деп айтсам артық айтпаған шығармын. Сонда үлгілі біздің өзіміз осы Сәкеннің алдымызда жол көрсетіп жүргеннен кейін біз осы Сәкеннен ақыл сұраймыз. Бірге жүргенбес болсақ та, сондықтан өте үлгілі семьяға келіп бара жатыр. Сондықтан екі жақсылардың құда болғанына біз қатты жүрегімізбен қуанып отырмыз. Енді ұзағынан болсын, Алла қаласа ертең үлкен ұлы той келе жатыр. Сол тойда тағы да небір марғасқалар қазақтың батасын бере жатар. Сол тойда да осы нұрлы жүздеріңізді көргіміз келеді. Алла сол тек қана жақсы дастархандарда ғана басымызды түйістірсе екен деп тілейміз. Сол тойда жолығайық. Сол балалардың ары қарай да келешекте үлкен жақсы тойлары бар. Соның бәрін тоймай қызығына жүре берейік, көріп. Аман болыңыздар. Өте қуаныштымын дастархандарыңызға, дәмдеріңізге, ең басты қабақтарыңызға айналдық. Алла разы болсын. Кіргеннен қандай керемет қарсы алып жатсыздар. Сондықтан көрініп тұр осы үйдің қандай таза екені, қандай шын ниетпен, көңілмен жүрген адамдар екен. Сондықтан сіздердің осы жалпы ауызбіршіліктеріңізді көріп қатты қуанып отырмыз. Тамаша елмен құда болдық, Сәкеш. Осы құдалығымызды ұзағынан қылсын, Алла тіл көзден сақтасын, балаларымыз бақытты ғұмыр кешсін. Ағай сөз сөйлейді.